Ал осы біз үшін, қазақ халқы үшін қашандан бері қалмай келе жатқан бар нәрсе, бірақ бізге әлі күнге дейін жұмбақ құбылыстардың бірі тіл көз тию дейтін сырқат бар. Жас балаға болсын, жақсы адамға болсын. Ал осындай тіл көз тиген жағдайда сіз қандай ем жасайсыз? Оны ата-бабалардың сілтемімен өзіңіздің беріп тұрған әруақпен емдейсіз бе, жоқ әлде бұнда шөппен емдейсіз бе? Бұл әртүрлі салдардың нұсқауы болады. Тіл көзді ұшықтайды, адам ауыр болады, басы айналады, жақпастық болады, соның бәрі тілден болады дейді, адам көз тиген дейді. Оны ұшықтайды, сосын оған дұғалық береді, бойтұмар алады. Бойтұмар дейтін дұғалық адамның сол өміріне, несіне, ертеден келіп жатқан қасиетті дұғалық көрінеді оған. Оқып жаңағы ол адам бойына сақтап жүрсе, соған сенім артып жүрсе, қандай ауру сылқаудан да аурақ қылып жүретін көрінеді дейді ғой енді. Біздің ата-бабамыздан әрден жасырған қасиетті зат көрінеді ол. Сосын жағынан бірте-бірте жағынан айырыла бастайтын көрінеді. Ол тіл көзді негізгі жаңағы ұшықтап, бір тұзға дем салып берсе, соған шомылса, суға шөпке неге дем салып берсе, соған суға шомылса, соны негізі ол қан тоқтатады қалай болғанда да. Ана тіл көзді бәрі. Сосын ана сонымен жібіт. Сосын өліп тұрған өлген тамыры ояту керек дейді, ұшықтағанда салдар әңгімесі мысалы. Сонда ана өліп тұрған тамырды адам мерігеден тұрып шошиды ғой бүйтіп. Сол уақытта адам нені қан оянып, адам тәуір болады, содан көрінеді. Я талып атқан қысылып жатқан адамды жаңағы бір кезінде айтып ұшықтасаң, жаңағы оянады ғой енді көзін ашып мысалы бір. Сонда сондай қасиет бар ау деп ойлаймын жаңағы неде.